Бір балам екеу болды деп, бірі қарыз не кредит алып, енді бірі көлігін, малын сатып, не ақша жинап кемі 300, арысы 1000 адамның басын қосып, той жасап қуанышпен бөлісетін қазақпыз. Нұржан, шынымен де жиған терген тойға шашылсын деп, жақсылыққа жорып жастардың бақыт үшін думандатып той жасау үшін бұрын. 2020 жылда әлемде пандемия жаулап, той жасауымыздың өзі қиынға түсті. Рас, сақтық шараларын ұстап, той жасамай тек некесін қиғандар да болды, тіпті жоқтан бар етіп, онлайн той өткізгендер де елді таңғалдырды. Енді 2020 жылы жалпы тойлар қалай өтті? Бұрынғы тойдан қандай ерекшеленеді екен көрейік. Той десе құбас домалайды. Қазіргі пандемия уақытында бұл сөздің маңызы болмай қалғаны рас. Өйткені көпшілік үйлену тойға қыруар қаражат шашқанша ет жақындарын шақырып, кішігірім атап өтуді әдетке айналдыра бастады. Ал бұдан бұрынғы үйлену тойдың шығыны қандай еді? Әдетте келін түсірген отбасы дәстүрге сай қалың мал береді. Оның құны орта есеппен 500 мың теңге болса, келінге тағатын сырғаның бағасы 200 мың теңгеден жоғары. Ал қыздың ата-анасы мен туған туыстарына кигізетін киіттің құны шамамен 1 миллионға жетеді. Оған 200 адамға арналған мейрамхананың бағасын қосыңыз. Той дастарханына қойылатын жылқы еті мен азық-түлік бағасы шамамен 1 миллион теңге болса, әнші, биші, асаба, фотограф және видеооператорлардың қызметі шамамен 500 мың теңгеге дейін барады. Нәтижесінде той иесі 5 миллионға дейін шығындалады. Ал 2020 жылы басталғалы үйлену той жасау қалай өзгерді? Сенің жүзіңнен сезімді көрем, бақытқа толы кезімді көрем. Жараланғанда, жаным ауырғанда, сені менен емделем. Мысалы, тойдың орнына фотосессия немесе лавстори түсіру. Бұл бұған дейінде болған. Алайда қазір оның маңыз артты. 5 минуттық әдемі естелік қалдыруды жөн көре бастады. Ешкім бұрынғыдай 4 сағаттық тойдың ескісін қарап отырмайды. Той көйлегімен қоса той маскалары шықты. Қалыңдықтар кеңетекті көйлектен гөрі қарапайым көйлек киюді таңдай бастады. Бұрын үйлену тойдың бәрі кешке ұйымдастырылатын, ал пандемия басталғалы бранч, яғни қуанышты күндіз атап өту сәнге айналды. Сондай-ақ қымбат мейрамхана емес, даланы әдемі жарықпен көмкеріп, ең жақын жандарды шақыратындар көбейді. Мынандай торттың салмағы 2 тонна. Короче, бүкіл құдалыққа жетеді. Айтпақшы, бұрын үйлену тойда жастар дәстүрлі түрде үлкен торт кесетін. Былтырдан бері мұның да мән өзгерді. Көлемі әлдеқайда кіші, дизайны ерекше көздің жауын алатын торттан дәм татуға болады. Әзірге соңғы жылдағы үйлену тойдың мәні осындай. Егер бұл үрдіс жалғасар болса, мақсатсыз шығын азайып, үй болу қиын болмайтыны сөзсіз. Маржан Нүсіпбек, арнайы, қайырлы таң үшін.